Ассалаумағалейкум, айбындарда қазақ. Міне керемет бір қазақтың бір керемет бір таза қаласы. Өскемен қаласындамын, өзіміздің туған жеріміз. Бұл жақта бір керемет. Барлық қала үлгі алатын бір нәрсе бар. Ол мынау, мысалы мынау міне Көкжал Барақ көшесі. Көкжарлы Көкжал Барақ атындағы көше кетеді былай қарай. Осы көшеге міне осындай аялдамалар бар. Осы аялдамада міне Көкжал Барақ батырдың тарихы жазылған. Мынау керемет үлгі аларлық нәрсе. Әр мысал үшін әр тұлғаға берілген көшелердің аялдамасында осы тұлғалардың қысқаша тарихы жазылған екен. Міне менің 7-ші атам Көкжарлы Көкжал Барақ батыр атам. Соның көшесі аялдамасы. Қандай керемет. Мына жерде былай жазылған. Батыр бабаларымыз бүкіл Еуразияда ат ойнатқан қуатты мемлекет құрды. Сайын далада теңдесі жоқ көшпенділер өркениетін қалыптастырды. Олар ұрпаққа асқақ рухын және өр намысын мирас етті. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының президенті дейді. Міне осылай жазылып қойылған. Мына арада қысқаша тарихы қазақша, орысша осылай істелген. Керемет. Басқа қалалар, Алматы, Астана, үлкен қалалар осылай өстіп жазып қою керек. Әр тұлғаның берілген көшенің қалай берілген, ол қандай тұлға болған, міне адамдар осы жерде текке тұрмай осының тарихымен танысып тұрады екен. Міне Көкжал сауда орталығы. Керемет дия. Керемет жазу. Керемет атау. Өскемен қаласы. Міне Әл-Фараби көшесінде тұрған аялдама. Міне Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз осындай жақсы сөздермен өмірбаяны қысқаша жазылып қойылған. Қандай керемет. Өскемен қаласы, міне басқа қалалар, үлкен қалалар осыдан үлгі алған дұрыс екен. Міне Өскемен қаласында Ильяс Есенберлиннің көшесі. Қандай керемет. Тарихы бәрі жазылған. Басқа қалалар үлгі алсын. Міне Қазбек би көшесі. Қандай керемет. Тарихы жазылған. Аялдамада тұрған адам оқып танысып тұрады. Міне үлкен көше Қазбек би көшесі.